Жаңа сынып жетекшісі жұмысынан алғашқы күні-ақ сыныпқа кіре сала барлық оқушыларға қатаң тәртіп орнатуды шешті. Ол бәріне дереу еденге жатып отжимания жасауды бұйырады. Оқушылардың бірі бұған келіспей қарсылық танытқан еді. Мұғалім оны ерінен ұстап сүйрей бастады. Оқушы қарсыласуға тырысқанымен мұғалімге шамасы жетпейді. Сынып іші сол сәтте-ақ жым-жырт бола қалды. Сынып жетекшісі бұл нәтижеге дән риза, бірақ ол кері санақты бастамақ болғанда сыныптағы ең тіл алмайтын бұзығы шығады. Ол бұйрықты орындаудан бас тартып қана қоймай, өзгелерді де бағынбауға шақырды. Мұғалім сол сәтте-ақ оның басын партаға жабыстырады. Қанша тырбаңдағанымен ол қимылдай алмады. Қолынан бар келгені тек ызамен мұғалімге қоқан-лоққы көрсету ғана болды. Бірақ сынып жетекшісі бұған мән де берместен, жай ғана партаны соғып қалғанда байғұстың үрейден жан дауысы шығады. Содан кейін мұғалім қайтадан кері санақты бастады. Бұл жолы атаманның да мысы басылып сабасына түскен еді. Қалған оқушылар да кезекпен бастарын төмен түсірді. Бұл орта мектептің атағы жаман болатын. Онда бұрыннан қалыптасқан бір ереже бар еді. Айына бір рет бүкіл мектептің мазағына айналатын бір сорлы оқушы таңдалатын. Көптеген оқушылар ықпалды отбасыдан шыққандықтан, олар мұғалімдерді мүлде сыйламайды. Бірде Джун У есімді оқушы шыдамай қарсылық көрсетеді. Бірақ бұл Хён Тенің ызасын одан бетер тудырды. Джун Уды бүкіл мектеп бойынша сүйреп, әр сыныпта оның бүгіннен бастап халық жауы екенін жариялайды. Джун У мектеп басшылығынан көмек сұрамақ болады. Бірақ жауап орнына тек сылтаулар мен немқұрайлылыққа тап болды. Джун Уды біржолата құрту үшін Хён Те тіпті отбасының ықпалын пайдаланып, оның әкесінің бизнесін толығымен талқандайды. Содан бері Джун Удың өмірі құрдымға кетті. Күн сайын шексіз қорлыққа ұшыраған ол, соңында төзе алмай, жалғыз өзі шатырға көтеріліп, өзіне қол салады. Джун У кеткеннен кейін Хён У есімді оқушы жаңа нысанаға айналды.